Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағынан күшті болып шығатын шарлотка пирог рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді қазір шарлотка пирог жасаймыз. Барлық ингредиенттер комната температурасында болуы тиіс. Маған қызым көмектесіп отыр. Мен 2 алма қолдандым шарлоткаға. Қызыл алма, өте тәттілерін қолдандым. Толық рецепті описаниеда болады. Ең алдымен 5 жұмыртқамызды осылай жарып аламыз. Жақсылап осылай жарып, миксермен үстіне қант қосып, жақсылап араластырамыз. Миксермен аппақ көбік болғанша араластырыңыздар. Осылай. Енді жақсылап араластырып, әбден араластырамыз. Үстіне қаймағымызды қосамыз. 2 қасық қаймақ қостым. Аз қасықпен. Тағы да бір қалыпты массаға келгенше жақсылап тұрып араластырамыз. Разрыхлителімді оның үстіне қосып бірге елесеңіздер болады. Осылай жақсылап ұнымызды сит арқылы өткіземіз. Себебі ситадан өткізілген ұн өте жақсы көтерілетін болады. Сондықтан сіздерге ситамен ұнды илеуді кеңес беремін. Үстіне разрыхлителімізді қосамыз. Разрыхлителді ең соңына қосу керек, өйткені көтерілмей қалуы мүмкін араластыра бергеннен. Осылай жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын. Алмаларды көбік қылып турап тастадым. Енді үстіне алмаларды қосып, бәрін бірге араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып, пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Формамызды майлаймыз. Алманың бір бөлігін көбік қылып турап, бір бөлігін қазір оформлениясына қалдырамын. Осылай формамызға начинкамызды саламыз, қамырымызды. Осылай бір қалыпты осылай салып шығамыз. Енді үстінен жаңағы алмамызбен жақсылап бір оформление істейміз. Дәл видеодағыдай қайталасаңыздар болады. Осылай алманы жан-жағына қойып шығамыз. Өте дәмді, өте жақсы көтеріледі. Мен бірінші жасап көрдім, бір жасағаннан осылай күшті болып шықты. Сондықтан қорықпай жасай беріңіздер. Және мен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы қандай рецептпен бөлісейін, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер, комментарийда кері байланыс күтемін. Осылай толық салып шықса, алмамызды әдемілеп. Міне салып шықтық. Әдемі. Енді пешімізге жібереміз. 45-50 минуттай піседі. Ал біздің шарлоткамыз дайын болды. Үстіне осылай сахарный пудра сепсеңіздер болады. Тіптен дәмді болып шығады. Шай ішуге өте күшті, тез әрі жылдам дайындалады. Сіздермен бірге болған Айман. Рецепті жасап көрдіңіздер және менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мені белгілеп, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы қандай рецепт жасайын, кері байланыс жасап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Айман. Ас болсын.